Біз қазір Түркістан облысының Келес ауданында Экокультура Евразия өнеркәсіптік жылыжай кешеніндеміз. 52 гектар аумақта орналасқан бұл жылыжай Қазақстандағы ірі агроөнеркәсіптік жобалардың бірі және бірегейі. Ендеше тап қазір жылыжай жағдайымен жақынырақ таныс болайық. Денис, здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, какая продукция выращивается в этих теплицах? Продукция выращивается в настоящее время томат среднеплодный кистевой, гибрид Климунда. Сборы идут уже в течение месяца. Продукция отправляется на рынки Казахстана и в Российскую Федерацию. Как проходит процесс выращивания? Мы выращиваем методом малообъемной технологии. Выращивается на минеральной твате. Сперва семена высеваются в кассету, выращивается в течение 12-15 дней. Далее пересаживается минераловатный столбик, выращивается около 30 дней. И дальнейшее высаживается в теплицу на минеральный субстрат, и дальнейший рост и развитие идет уже в минеральной твате. Классно. Она заменяет почву для растений, минеральная твата. Қарап тұрсаңыз, бұл жерде тек қызанақ емес, болашақта мыңдаған адамдардың табысы мен аймақтың тұрақты дамуы өсіп жатыр. Біз Экокультура Евразиядан Қазақстанның агроөнеркәсіп саласындағы жаңа деңгейін көретін боламыз. Расскажите, пожалуйста, как контролируются условия для роста растений? Температура, влажность, питание и так далее. Смотрите, теплица — это как умный дом. В нем есть система отопления, это у нас труборельсы, система вентиляции, это форточки, система зашторивания, это так дома шторы. С помощью этого регулируется микроклимат в теплице. Мы не используем химические средства защиты растений. Для опыления мы используем пчел, защиты от вредителей используем энтомофагов. В настоящее время в теплице используется макролофус, это хищник, который борется с вредителями. Продукция у нас экологически чистая. Каждые 2 недели мы отдаем на анализы в сертифицированную лабораторию для подтверждения качества и экологичности нашей продукции. Жылыжай жоспарының басты ерекшелігі жылына 27 мың тонна қызанақ өндіру жоспары қарастырылған. Бұл Қазақстан нарығын сапалы көкөніспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Экокультура Евразия жылыжай кешенінің бас инженері Мұхит Асқарұлы жанымызда тұр. Мұхит аға, көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер. Осы жылыжай кешенінің техникалық ерекшеліктеріне тоқтала аламыз ба? Жалпы көзбен қараған кезде, может, көзге көрінбейтін де шығар, білінбейтін де шығар. Бірақ бұл біздің бірінші ерекшелігіміз, бұл біздің металл құрылымының беріктілік қоры. Орысшалап айтқанда запас прочность дейміз. Өте қор бұл жерде жоғары көрілген. Бір қыстан өттік, өздеріңіз көріп тұрғанда бізде ешқандай деформация ештеңе болған жоқ. Металл құрылыммен мақтана айта аламыз. Екінші мәселеміз, бізде бұл жүйені толығымен прива жүйесі басқарады. Адамның қатысуы бұл жерде қажеті жоқ. Адамның қатысуы тек қана сырттай бақылау. Солардың программаның бәрі орындалып, орындалмауын қадағалап отыру. Тап қазір көрермендерімізге көрсете аламыз ба? Иә, өздеріңіз көріп тұрғандай, Голландияның істеп шығарған құрылымдары тұр бұл жерде. Ең соңғы технологияда шыққан, бұны прива жүйесіндегі қосалқы құрылымдары дейді. Басқарушы. Қарап тұрғанымыз бұл система полива, суғару жүйесі саналады. Қазіргі таңда бұл жерде 150 адам жұмыс істесе, жоба толық іске қосылған кезде 800 жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл өңір дамуы үшін үлкен әлеуметтік және экономикалық әсер береді. Бұл жерде частотиктер қаралған. Частотик дегендеріміз бұл электроэнергиясын 20%-дан 50%-ға шейін үнемдейді. Біріншіден автоматтандырылған. Бұл айтқанда бекерден бекерге, бостан босқа электроэнергия жағылмайды, қолданылмайды. Кейінгі мәселе, бізде газ қазандықтарымыз бар. Қазандықтарымызда ол да толығымен прива жүйесіне қосылған. Барлығы қаралған. Енді суға келетін болсақ, бізде суғару жүйесінен артылған судың өзі, бізде дренаж бар, резервуарлық. Соған келіп түсіп, қайта прива жүйесі оны өзі тазалап, қайтадан бұл өзінің таза резервуарға салып, сол суды өзіміз қолданамыз. Бұл жерде үнемдеу деген нәрсе бізде өте жоғары айтқанда дәрежеге қойылған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше рет атап өткендей, азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздіктің маңызды бөлігі. Бұл жобаның негізгі мақсаты отандық ауыл шаруашылығын дамыту және импортқа тәуелділікті азайту.
Мұнда тек өндіріс қана емес, аймақтың экономикалық дамуы мен инфрақұрылымына да үлкен серпін беріледі.